2024 жылғы 5 тамызда жоғары сот кеңесі аудандық соттар судьяларының 118 бос орнына конкурс жариялады. Бірінші кезең аясында осы жылдың 27 қарашасында кеңес отырысында облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының 5 бос орнына және облыстық соттар судьяларының 11 бос орнына конкурс қорытындысы шығарылды. Сондай-ақ аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына іріктеу қорытындысы шығарылды. Жоғары сот кеңесі регламентінің 53 тармағына сәйкес 89 жаңа бос орынға қосымша хабарландыру жарияланды. Бұл тәсіл аудандық соттар судьяларының бос жұмыс орындарының тізіміне конкурс жариялаған кезде бос лауазымдарды ғана емес, қорытындылау кезінде қолжетімді барлық бос орындарды да қосуға мүмкіндік берді. Осыған байланысты 5 тамыздағы конкурсқа қатысқан және облыстық соттар алқалары төрағалары мен судьяларының аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына ұсынымдар алмаған кандидаттар аудандық соттар судьяларының бос лауазымдарына олардың қатысуы жөніндегі кеңестің атына қосымша өтініштер жібере алды. Қосымша хабарландыру аясында кеңеске 173 қосымша өтініш түсті. Осы жылдың 24 желтоқсанында кеңес отырысында аудандық және оларға теңестірілген соттар судьяларының 207 бос орнына арналған конкурс қорытындысы шығарылды. Конкурсқа барлығы 237 үміткер қатысты. Олардың 114-і жүйе ішінде қозғалғысы келетін қазіргі судьялар, сондай-ақ жұмыстан шығарылған сәттен бастап 4 жыл өтпеген бұрынғы судьялар және біліктілік емтиханынан сәтті өткен 123 үміткер немесе сот төрелігі академиясының түлектері. Конкурс аясында кандидаттарды мұқият іріктеу жүргізілді. Сот төрелігін жүзеге асыру сапасы мен әдеп қағидаларын сақтауы зерделенді. Судьялардың өтілі және басқа да көрсеткіштер ескерілді. Сонымен қатар, кеңестің сайтында жұртшылық, оның ішінде заң қоғамдастығының өкілдері өз пікірлерін қалдыра алу үшін кандидаттар туралы деректер орналастырылды. Үміткерлер туралы мәліметтердің болуы тұрғысынан әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізілді. Сондай-ақ конкурстық комиссияның үміткерлерді алдын ала қарауы өтті. Кандидатурадан кейін кеңес отырысында қаралды. 237 кандидаттың ішінен аудандық соттардың судьялары лауазымдарына 126 адам ұсыным алды. Оның 98-і алғаш рет ұсынылған заңгерлер, 28-і жұмыс істеп жүрген судьялар. Бұл ретте үміткерлердің санына қарамастан іріктеу бейтарап жүзеге асырылды. Мысалы, үміткерлер болған 66 судья лауазымына конкурс өткізілмеді деп танылды. Конкурсқа қатысушылардың басым көпшілігі Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына 1 орынға 48 кандидат, Маңғыстау облысының Бейнеу аудандық сотына 1 орынға 5 кандидат үміткер болды. Алғаш ұсыным алған 98 кандидаттың 69-і республика соттарының мамандары, 12-сі мемлекеттік органдардың заңгерлері, 9-ы адвокат, 2-і прокуратура қызметкерлері, 1-і жеке сектордың заңгері, 5-і өзін-өз жұмыспен қамтығандар. Алғаш ұсынылған кандидаттардың 69-і ерлер, 38-і әйелдер, 71-і магистр дәрежесіне ие, 15-і мемлекеттік немесе ведомстволық наградаларға ие. Ұсынылған заңгерлердің орташа жасы 37 жас, заңгерлік еңбек өтілі 12 жыл. 28 судьяның 7-і мемлекеттік немесе ведомстволық наградалары бар. 7 судьяға қатысты азаматтардан 10 пікірлер келіп түсті. Ұсынылған судьялардың орташа жасы 43 жас, заңгерлік өтілі 18 жыл, сот жүйесіндегі тәжірибесі 8 жыл. Ұсынымдар алған адамдардың тізімі кеңестің ведомстволық сайтында орналастырылған.